Балалар, мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын, ал сендер мұқият тыңдаңдар. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл зымыран. Зымыран орысша ракета, ал ағылшынша rocket. Балалар, ал сендер ғарыш туралы не білесіңдер? Ең бірінші ғарышқа ұшқан Кеңес одағының батыры Юрий Алексеевич Гагарин. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров. Қазақстанның ең бірінші ғарышкері. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев. Қазақтың екінші ғарышкері. Бұл ғарышкерлер ғарыш аймағын зерттеген. Балалар, біз де бүгін зымыранмен саяхатқа барамыз. Балалар, біз ғарыш әлеміне келдік. Ал мұнда қызықты тапсырмалар бар екен. Қане бірге орындайықшы. Сандарды тауып, ретімен орналастыр. Сандарды 1-ден 10-ға дейін тура және кері сана. Қанеки балалар, бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді бұл сандарды кері санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсың, балақай. Ал енді біз келесі тапсырмамызды орындайық. Балалар, ал планета қандай пішінге ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы дөңгелек пішінді бөліктерге бөліп көрейік. Бірінші суреттегі бүтін дөңгелек. Екінші суреттегі дөңгелек 2 бөліктен тұрады. Оның түстерін ата. Сары бөлік пен бірінші суреттегі қызыл дөңгелекті салыстырайық. Қайсы үлкен? Бүтін бе, бөлік пе? Дұрыс, балалар. Бүтін дөңгелек үлкен, ал бөлік бүтіннен кішкентай. Үшінші суреттегі дөңгелек 3 бөліктен тұрады. Ол қызыл, сары және көк. Келесі дөңгелек неше бөліктен тұрады? Дұрыс, 4 бөліктен. Түстерін атап бер. Жарайсың, балақай. Ал енді біз келесі ойынды ойнайық. Сәйкес бөлік пен бүтінге жұлдызшаларды орналастыр. Тамаша, балалар. Балалар, біз бүгін осындай зымыранды жапсыратын боламыз. Зымыран қандай пішіндерден құралған? Пішіндерді ата. Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.